Ассалаумағалейкум. Екі бұқа YouTube каналымның тұрақты көрермендері. Сіздермен видео салмағалы каналымызға біраз уақыттар болып қалды. Содан қыстай кішкене қолымыз тимей, уақытта болмай біраз соны видео саламадық. Енді салып жатырмыз. Енді көрермендердің сұрауы бойынша көптен салып тұратын боламыз. Подсостар міне 4,5 ай болды. Мына екеуі подсос, ала. Бұларды білесіздер. Алдыңда бір айдың алдындағы видеоларда бар. 4,5 айдағы нәтижелері міне. Сандар осындай. Мына 1,5 жасар болған. Қазір ал жағынан түсірем. Мынау да 1,5 жасар. 4,5 ай болды бұларға таза. Мынау да 1,5 жасар міне. Барлық видеоны алдынан бері көріп жүрген кісілер болса бұл малдар таниды. Және салыстырып пікір алаңына пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Көктем шығып жақсы болып қалды. 4 жасар бұқадан екеуі болған. Біреуі ангус, біреуі сарғасқа. Және мына сарғасқа бұқаның орнында бір бұқа тұрған. Ол сойылды, 250 кг салмақ берді. Ал енді мына жерде ангус болған, ол басқа бір бөлік құрада жалғыз өзі тұр. Орнына мынау жай бағып дайындап отырған таншаларды әкеп байладық. Бұлар 3-ші айдың 1-нен бастап байланды. 2-ші айдың 29-нан. Мыналарда міне барлығына 4,5 ай. Енді бұйырса 1 ай ұстайын ба деген жоспар болып тұр. Осылай оңалды. Енді күн жылса тағы да салмақ қосу керек. Таңертеңгі жемдерін жеп алды. Және кешкі шөптерін салған, оны жеді. Енді суы беріліп, жем салынады. Жемнің рационы алдыңғы видеоларда айтылған, тағы да айтып өтейін. 30% жүгері, 30% арпа, 15% бидай, 12% кебек, 8% күнжара. Сояның шыроты болған, ол таусылып қалды. Енді осыдан кейін тағы да күнжара да бітті. Енді алып қосып беретін боламыз. Бұйырса мыналар 2-ге шықты, 1,5 жас болған. Қазір міне көктем болып 2 жасқа шықты. Мынау 4 жасқа шықты. Сарғасқа бұқа. Мыналар 1 жастағылар. Таңертеңгі жеміне мынау ғана қалдырыпты біраз жемей. Мыналардың қалғандардың барлығы жемін таусып жеген. Ал енді 11-ші айдың 8-інде кірген подсостарға көшек. Бұларға да 4 ай болды міне. Тура 4 ай болды. 2,5 ай бос тұрды. Қаңтардың 25 күні бұларды басын бір-бірден байлап тастадық. Подсостар күздегі жинаған алған подсостарымыз. Бұлар да міне 1 жасқа шықты жастары. 4 ай болды. Енді бұйырса 3 ай ұстаймыз деген жоспар болып тұр. Бірінші өзіміздің жем шөбіміздің жетісіз байланысты. Жетуіне екінші малдың денсаулығы шыдаса байлай береміз деген жоспар болып тұр. Каналымызды қолдап, каналымызға лайк басып, пікір қалдырып, бөлісуді ұмытпаңыздар. Және тіркелмеген кісілер тіркеліп кетіңіздер.
Мына артқы көріністері кішкене қораның арт жақ қараңғылау болып тұр. Аса дұрыс көрсетілмей тұр енді. Мына жақтағылар көрініп тұр екен. Тағы да 2-3 күннен кейін күндіз түсіріп өтетін боламын. Мына жақтағылар аса көрінбей тұр. Бұларға байланғал міне бастарын байлағал 1,5 ай болды. 2,5 ай бос тұрды. Сонда 4 ай. Подсостардың жағдайы осындай. Витамин ештеңе жеген жоқ. Ешқандай бермедік әлі витамин. Албен салында бір рет ибермек, бір рет егілді 6 граммнан. Бұларда 3 килограмм, таңертең 3 килограмм, кешке 3 килограмм жеп жатыр қазір. Бұлар да сол таңертең саған жемді кеш батқанша осындай кезгенен таусады. Ал енді түнде кешке салған жемді таң атқанша таусады. Қазір аңгусты көрсетіп өтем, бірақ ол қорада да басқа малдар бар. Дайындап отырған мыналардан кіші подсостар байланып тұр ол қорада. Мыналардан кішкенесі ана екеуі болған. Оларда бос, қыстай бос жай бақтық. Сосын барып осы байлағалы міне 10 күннен асты. Оның алдында жем шөпті жақсы жеп тұрған бұларда. Бордақта тұрған малмен бірдей. Бағаларыңызды беріп кетіңіздер бұқаларымызға. Екі-үш айдың алдында видеоны көріп, екеуін салыстырып көрсеңіздер болады. Қазір аңгусты көрсетіп өтем. Келесі қорада ол. Аңгус мына қорада тұр, жалғыз өзі, басын шайқап. Бұл бос тұр. Ал енді мыналар балғы күзден бергі тұрған. Мына қорада 5 бас тұрған, соның 3-еуі, 2-еуі ана қорада. Бұларды енді байладық. Мыналарды алғалы 1 айдан асты мынаған. Мына қорада 1-2 бас тұр. Мынан алғалы 10 мың қанша күн болды, бұл кішкентай. Бұл енді асықпай кіреді, бұл өте кішкене. Мынауын денесі жақсы ел. Бұл енді тағы 1 айдай бос тұрып, сосын барып кіреді бордақыға. Видеомызды қолдап, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Тағы да бұдан да жақсы видеолар салуға тырысамыз. Каналымыздан алыстамаңыздар.